Назарбаев әуежайынан қандай дау шықты? Шетелдік инвестор Қазақстанның жоғары сотының шешімін менсінбейді ме? Бұл туралы шағын бейнероликтен көре аласыздар. Алматы қаласында Қазақстанның баспасөз клубында сервис асты компаниясы журналистермен кездесу өткізді. Компания өкілдері Астананың әуежайын басқарып отырған шетелдік инвестор Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының шешімін елемейтінін айтып, инвестордың әрекеттеріне қатысты фактілер мен құжаттарын таныстырды. Баспасөз клубында талқыланған мәселеге келсек, кәсіпкер Айнұр Рахимова осыдан 5 жыл бұрын Астана әуежайындағы 8 шаршы метрлік жерді жалға алып, ақша айырбастау пунктін ашқан. Алайда шетелдік инвестор Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайын иемденген соң, оншақты қызметкері бар ақша айырбастау пунктіне бір күн бұрын ғана орындарын босатуларын талап еткен. Қазіргі кезде сервис асты компаниясының директоры Айнұр Рахимова жоғары сотқа беріп, жеңгенімен Біріккен Араб Әмірлігінен келген шетелдік инвестор Қазақстанның жоғары сотының шешімін орындауға аспай отырған көрінеді. Ал экономист сарапшы Мақсат Халық әділеттік принциптері бұзылып отырғанын айтады. Тәртіпке бағынған құл болмайды дейді, әр елдің өзінің тәртібі бар. Сондықтан да бұл жерде қанша дәрежеде сот дұрыс шешім шығарып отырғанмен, соттың нақты шешімі бар болғанмен, Айнұр ханым өзінің командасының сол жерде жұмыс істеу керек болғанмен, ол үдеріс әлі жүзеге аспай тұрған. Журналистердің әуежай әкімшілігі ұсынған басқа орынға не себепті ауыспайсыздар деген сұрағына кәсіпкер Айнұр Рахимова, бұл орын біздің бұрыннан отырған орнымыз, әрі бізге үйреніп қалған тұтынушыларымыз осы жерге іздеп келеді дейді. Сонымен қатар кәсіпкер осы уақытқа дейін сотқа шағым түсіріп, тіпті жоғары сотқа дейін қатысып жеңсе де, әлі күнге жоғары соттың шешімі орындалмай отырғанына наразылығын білдірді. Бүгінгі күнге дейін біз 3 сот инстанциясын жеңіп келе жатырмыз. Жоғарғы сотты жеңді. Сол сот шешімін іске асыра алмай отырмыз. Мен қазақ жеріндемін, қазақ қызымын, қазақ азаматымын. Осы жерде мен күштімін деген сияқты өзім сондай ойда жүретінмін. Бірақ шет елдің азаматы келіп, ол нәрсені соған біз бәрін беріп қойып қарап отырамыз. Ол қалай болып тұр дегенде, мен өзімнің мына жерде өз жерімде өзімді талап жатқандай сияқты болып тұр да.